emez. Aytып өттүр, iki kişi söylüyor mu? Жалпы режим кетсін, режим. Бұл режимға біздер шаршадық уже. Әбден атына келеді халықтың, ешкім тыңдап отырған жоқ халықты. Бәрі қымбаттады. Болды, осы міне. Бәрін деген тек қымбаттатып қоясыздар, халықтан сұрамайсыздар. Надоели уже 30 жыл бойы. Жаңаөзеннен әскер шығарылса, халыққа орнатылмасын. Олар далада шай ішіп отқанда біз диванда жатпаймыз ғой. Жаңаөзен халқымен біргеміз ғой. Дұрыс. Болған оқиғаны қайталауға жол бермейді. Оларға атылған оқ бізге де айналып келеді. Соны оқыңдар. Олар жатқасы кеткен бізді жатады. Ол бәріміздің уақытында еді. Тек қана Жаңаөзен, Маңғыстау емес. Ертең бір-бір деп құртап бәрі. Сосын ол бәрі ойлайды, ол газ қымбаттауы соған қарсы деп. Ол газ тек қана газға емес. Ол бүкіл нәрсеге қарсы бәрі. Бүкіл жалпы, жүйеге қарсы. Бәріне қарсы халық деген. Тек көбі айта алмайды. Манағы тұрған социалистік өздеріне қарсы негізі. Бірақ олар жұмыс оғасын айта алмайды. Шын мәнінде халықтың 90% қарсы. 10% алып қолдаса айтып, қолдамайды. Жеме келгенде мына саясат дұрыс саясат емес. Осыны қолдамаймыз. Жақсы саясат керек бізге. Болмайды. Жастар керек. Жастар келу керек, иә. Болмайды. Жаңа өзен, жаңа отан, жаңа үкімет керек. Дұрыс айтады. Дұрыс, жиналу керек, көбірек жиналу керек, жігіттер. Тарамай, кетіп қалмай, бәрінің шаруасы бар. Ең қымбат газ бізде. Шын айтса, Оралда зарплат ең аз бізден. Свет ең қымбаты бізден. Келмейді де, жиналмайды да. Білмеймін, намыс жоқ па. Осында неше ай бұрын бір российский темір майшаларға шықты ғой, жігіттер деген намыстары оянбайды. Бір темір үшін шықты. Ал бізде бауырларымыз анда дейтін қазір күнімен далада тұр. Жиналу керек, жинал, тарамай, көбірек. Жыламаған балаға емшек жоқ деп айтпай ма? Бәріміз талпонмен барсақ кіреміз ғой по-любому. Үйде жата шаршаған боларсыңдар. Біздің активист жігіттер шығармай жатыр үйлерінен. Үйлерінің алдарында тосып отыр. Барып шығарып алайық, болмаса 3-4 машина бар, каждый активист сөйлейтін адамдарды.